хит десерт дайындаймыз. Ол үшін табамызға осы сары майымызды саламыз, баяу отта осылай ертіп алатын боламыз. Толығымен баяу отта ертіп аламыз. Одан соң үстіне бір ас қасық құмшекерімізді қосып, оны да жақсылап араластырып, ерігенше ұстаймыз. Баяу отта осылай қозғай отыра араластыруды ұмытпаңыздар. Осындай карамельді түскен кезде дайын деген сөз. 2 дана бананымызды алып, ортасынан бөліп, табамызға орналастырып шығатын боламыз. Бұл хит десерт көпшіліктің жүрегін жаулаған, жасалу оңай, өте дәмді болып шығатын пирог, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай қойып, оттан аламыз. Енді бисквитін жасауға кірісейік. Ол үшін бізге 1 жұмыртқа қажет болады. Құмшекер қосамыз, жақсылап араластырып алатын боламыз. Қанша мөлшерде қосу керектігі видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап көріңіздер. Сұйық май қосамыз және де айран қосамыз. Айран болмаса, айранның орнына сүт қосуыңызға да болады. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Үстінен какаоны қосамыз. Разрыхлителімізді қосып алып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Достар, менің арнамнан осындай хит рецепттер, тегін мастер-класстар, сәтті шығатын оңай рецепттер таба аласыздар. Сондықтан менің арнамды жоғалтып алмас үшін видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып, қасындағы колокольчикті басып, все деген таңдап қойыңыз. Сол кезде жаңа видео шыққанда сізге уведомление баратын болады. Енді жақсылап араластырып болғаннан соң електен өткізілген ұнымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Сонымен біздің қамырымыз дайын. Осындай қатты қою емес, қатты сұйық емес, орташа консистенциядағы қамыр шығады. Сүтпен жасасаңыздар сұйықтау болып шығады. Енді жаңағы табамыздың үстіне осы қамырымызды орналастырып шығамыз. Барлығын құйып аламыз да, осылай силиконовый лопатканың немесе қасықтың көмегімен ақырындап шетіне дейін жеткізіп, бір тегіс етіп жағып аламыз. Бұл пирог духовкасыз дайындалады, табада піседі. Өте нәзік, жұмсақ, бананмен, карамельмен керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Бар болғаны 20 минутта пісіп шығады. Бетін жаю баяу отқа 20 минутқа қалдырамыз. Беті құрғақ болғанда пісті деген сөз. Енді салатын ыдысымызға төңкереміз. Осымен біздің өте дәмді, иісі мұрынды жаратын пирогымыз дайын. Бетін қант ұнтағымен әрлесеңіздер болады. Суытып барып кесіңіздер. Өте керемет, ерекше дәм, әрі тез дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Видеоның астындағы поделиться батырмасын басып, өте керемет, ерекше рецептпен достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісуді ұмытпаңыздар. Өте әдемі, ерекше, оңай пирогтардың бірі. Маған өзіме қатты ұнады. Сіздер жасап дәмін көріңіз. Мен сіздерге қалай жұмсақ болып шыққандығын кесіп көрсетейін. Өте нәзік, жұмсақ, үлпілдек болып шыққан, бір жесеңіз қайта-қайта жей бергіңіз келетін пирогтардың бірі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Көп уақытыңызды алмайды, өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.